Сізде таңертеңгі жүруде өкшеңіз қатты ауыра ма? Өкшедегі шпорадан қатты қиналып кеттіңіз бе? Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, ауырсынудың себебі сүйек емес, қабыну. Бүгін мен сізге осмс арқылы тегін алуға болатын, анама көмектескен нақты және тиімді емді көрсетемін. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Дина Мұхатай. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып алыңыздар. Ал біз бастаймыз. Жалпы өкше ауырса, себеп әрқашан өкшенің өзінде бола бермейді. Екі түрлі жағдайда ажырату қажет. Өкшенің астындағы, яғни табан тұсындағы ауырсыну және ахилл сіңірі аймағындағы, яғни аяқтың артқы жағындағы ауырсыну. Бұл бір-бірінен мүлде бөлек екі түрлі жағдай. Бірақ бүгін біз дәл осы өкше тұсындағы шпора деп аталатын ауырсыну туралы айтатын боламыз. Өкше аймағындағы бұл ауырсыну әдетте адам өкшесін басқанда пайда болады. Кейбір адамдар оны өкшенің астында шие тұрғандай сезім деп сипаттайды. Әдетте өкшенің астындағы ауырсыну, яғни шие тұрғандай сезім, өкше сіңірінің тартылуымен және сол сіңірдің өкше сүйегіне бекітін жерінің қабынуымен байланысты болады. Яғни, сіңірдің өзі қабынады және оның өкше сүйегіне бекіген жері де қабынады. Дәл осы қабыну қатты ауырсынуды тудырады. Ал бұл өкше сіңірі не себепті қабынады? Өкшедегі шпораның пайда болуының негізі 5 себебі бар. Бірінші себеп – шамадан тыс жүктеме. Ұзақ уақыт бойы аяқта тұратын адамдарға, мысалы, шаштаразда жұмыс жасайтын адамда өкшеге үнемі қысым түседі. Бұдан бөлек, өкше сіңірі қарапайым соққыдан немесе қандай да бір жарақаттан да қабынады. Көп жағдайда адамдар мұны байқамай да қалады. Мысалы, адам бір жерге аяғын соғып алды, немесе аяғын сәтсіз бұрып алды. Ал өкшесі 2-3 күннен кейін барып ауыра бастайды. Яғни ол бұл ауырсынуды бірнеше күн бұрын болған жарақатпен байланыстырмайды. Екінші себеп – артық салмақ. Салмақ көп болса, өкшеге түсетін қысым да көп болады. Мысалы, 70 кг және 100 кг салмақтағы адамның өкшесіне түсетін жүктеме айтарлықтай көп болады. Семіз адамдарда шпора және фасциттің даму қаупі 5 есе артады. Үшінші себеп – жалпақ табан. Төртінші себеп – адамның жасы. Жас ұлғайған сайын шпораның пайда болу қаупі артады. Себебі бұлшықеттер мен байламдар өзінің серпімділігін жоғалтады. Бесінші себеп – дұрыс емес аяқ киім. Адам жаңа аяқ киім сатып алады да кенеттен өкшесі ауыра бастайды. Себебі табан жаңа аяқ киімге әлі бейімделмеген болады. Енді ең маңызды ескерту. Жоғарыда айтылғандардан бөлек, өкше сіңірінің қабынуына түрлі артриттер, яғни жүйелі ауруларда себеп болуы мүмкін. Мысалы, ревматикалық артрит, Бехтерев ауруы, ревматоидты артрит, реактивті артрит. Бұл аурудың шпорадан айырмашылығы артрит кезінде өкше ауруы көбіне жүргенде емес, керісінше түнде, тіпті тыныштықта қатты сезіледі. Яғни, адам түнде өкше сіңіріндегі ауырсынудан оянып кетуі мүмкін. Өкше ауырған кезде қандай тексерулерден өту керек? Әдетте, кез келген дәрігер шпораны анықтау үшін науқасты рентгенге жібереді. Және де ең маңызды тексеру ревмопроба жасау. Яғни бұл сізде қандай да бір артрит жоқ екеніне көз жеткізу үшін қажет. Егер өкше сіңірінің қабынуы артриттік процеске байланысты емес екеніне көз жеткізсек, онда емдеуге көшеміз. Маған емге келген пациенттер арасында шпораны сірке суымен, яғни уксуспен емдеп, күйдіріп алғандар болды. Тағы бірі өкшені балғамен ұрған. Яғни, біреу өз видеосында балға алып, өкшені ұруды ұсынған және солай істеген. Бұлай істеу дұрыс емес. Мен сіздерге қазір негізгі ем түрлерін көрсетемін. Өкше сіңірін емдеген кезде ескеру керек бірінші нәрсе. Емделу кезеңінде аяққа демалыс беру қажет. Яғни, сол уақытта мүмкіндігінше аз жүріңіз. Табан мен өкшеге түсетін жүктемені азайту, әсіресе шпора кезінде қабыну жаңа басталғанда жақсы әсер береді. Бірнеше күн аяқты демалту ауырсынуды өздігінен жеңілдетеді. Аяқ киіміңізді тексеріңіз. Қараңыз, табаны тым тегіс болмауы керек. Аяқ киімде супинаторлар болуы тиіс.
Жақсы супинаторлары бар сапалы аяқ киім таңдаңыз. Ал емдеуге келетін болса, қандай терапия әдістері көмектесе алады? Ең алдымен физиотерапиялық процедуралар. Физиотерапия өкшедегі шпораны емдеудің ең тиімді және қауіпсіз тәсілдерінің бірі. Оның негізгі мақсаты ауырсынуды азайту, қабынуды жеңілдету және зақымдалған тіндердің қалпына келуін жеделдету. Бірінші, лазерлік терапия. Лазер сәулесі терең тіндерге әсер етеді. Зақымдалған бұлшықет пен фасцияны қалпына келтіреді. Қабынуды азайтады және ауырсынуды жеңілдетеді. Процедура қауіпсіз және жанама әсері аз. Әдетте курстық түрде жүргізіледі. 10 сеанс жеткілікті болады. Екінші, гидрокортизон мен ультрадыбыстық терапия. Ультрадыбыс толқындары дәріні тереңге жеткізеді. Бұл қабынуды тікелей шпора аймағында жеңілдетеді. Гидрокортизон күшті қабынуға қарсы препарат. Оны терең жеткізу арқылы тіндердегі қабыну азайтылады. Бұл әдіс ауырсынуды жылдам төмендетеді және қалпына келуді жеделдетеді. Физиотерапевт бақылауымен 2 апта ішінде бірнеше сеанс өткізіледі. Үшінші, соққы толқыны терапиясы, яғни ударно-волновая терапия. Арнайы аппарат арқылы шағын механикалық толқындар, соққылар жұмсақ тіндерге жіберіледі. Бұл әдіс фасция мен байламдардағы қан айналымын жақсартып, қабынуды азайтады. Сонымен қатар тіндердің қалпына келуін ынталандырады, ауырсынуды тиімді төмендетеді. Әдіс сүйек шпорасын бұзуға емес, жұмсақ тіндер мен фасцияны емдеуге бағытталған. Барлық физиотерапиялық ем физиотерапевт дәрігердің бақылауымен жүргізіледі. Әр науқасқа жеке бағдарлама таңдалады. Себебі бұған шпораның көлемі, ауырсыну деңгейі және қосымша аурулар әсер етеді. Егер өкше ауруы өте күшті болса, қысқа мерзімдік 5-10 күндік қабынуға қарсы препараттарды қабылдауға болады. Бұл Найс, Мавалис, Вольтарен сияқты дәрілер. Оларды 5-10 күн қабылдай отырып, сынырдың өкше сүйегіне бекіген жеріндегі қабынуды азайтуға болады. Ал қабынуға қарсы майларды өкшеге жағу көбіне тиімді емес. Себебі өкшенің терісі тығыз және қатты. Терінің астында май қабаты бар. Ол қабат табиғи амортизатор қызметін атқарады. Яғни аяқ сүйегіне тікелей күш түспеуін қамтамасыз етеді. Сол себептен сырттан жағылған маз дәрілер қабыну ошағына жетпейді. Соңында айтарым, егер өкшелеріңіздің қабынуы артритпен байланысты болса, мысалы подагра, ревматоидты артрит, Бехцерев ауруы немесе реактивті артрит болса, онда бұл өкше қабынуы әлде қайда ауыр өтеді. Әдетте өкше аймағы қызарып ісінеді. Мұндай жағдайларды әрине дәрігердің бақылауымен емдеу қажет. Егер анализдер тапсырылып, зәр қышқылының деңгейі жоғары немесе басқа да қабыну көрсеткіштері анықталса, онда өз бетінше емделмей, тек ревматолог дәрігердің бақылауында болу керексіз. Өкшедегі ауырсыну магний жетіспеушілігі кезінде күшейеді. Магнийдің жетіспеушілігі ең алғаш қайда байқалады? Бірінші, табанда. Неліктен бірінші кезекте табан зардап шегеді? Өйткені ол жүректен ең алыста орналасқан. Сондықтан қан мен қоректік зат оған ең соңында жетеді. Күніне кемінде 400 мг магний глицинатын қабылдау керек. Тағы бір маңызды элемент витамин D. Ол кальциймен байланысты көптеген проблемаларға көмектеседі. Витамин D ең күшті қабынуға қарсы құрал және оның жанама әсерлері жоқ. Күніне 2000 единица витамин D қабылдау қажет. Біз жазғы күн астында 40 минутта дәл осы 2000 единица витамин D аламыз. Бұл үлкен доза емес, бірақ ағзадағы қабынумен күрес үшін жеткілікті. Егер витамин D-ні жеткілікті мөлшерде қабылдағанда, ол зақымдалған тіндерді қайта қалпына келтіреді. Витамин D жетіспеушілігі тек табан шпорасында ғана емес, басқа көптеген жерлерде де көрінеді. Бел аймағы, иммундық жүйе, бұлшықеттердің ауырсынуында. Сонымен қатар, өкше шпорасын емдеуде индивидуалды түрде ортопедиялық ұлтарақтар қолдану керек. Олар өкше аймағындағы қысымды азайтып, қабынуды жеңілдетеді және ауырсынуды азайтады. Өкшедегі шпора қауіпті ауру емес, бірақ адамдарға ұзақ және күшті ауырсыну береді. Күнделікті қозғалысты шеттейді.
Сондықтан шпораны ертерек байқап, емдеуге кірісу өте маңызды. Бүгінгі берілген ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.